Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге екі түрлі коктейльдің рецебін көрсетемін. Арнама қош келдіңіздер. Ең алдымен құлпынай қосылған коктейль дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға құлпынайымызды салып, блендердің көмегімен езіп аламыз. Енді осының үстіне сүт қосамыз. Сүт барлығы жаңағы салқын болу керек. Менде осындай қоюлатылған сүт қосам, себебі құлпынайымыз қышқыл болғандықтан. 3 ас қасықтай қосып, тағы да блендермен араластырып аламыз. Балмұздағымызды қосып, тағы да блендермен езіп, дайындап аламыз. Осымен құлпынай қосылған коктейліміз дайын болды. Өте аз уақыттарыңызды алады, жасап көрсеңіздер болады. Коктейліміздің екінші түрі шоколадный коктейль. Шоколадты балмұздақты қосып жасаймыз. Ең алдымен ыдысымызға сүтті, яғни салқын сүтті қосып, үстіне қоюлатылған сүтті қосамыз. Блендермен араластырып алғаннан кейін үстіне шоколадты балмұздақты қосамыз. Тағы да блендермен езіп аламыз. Үш ингредиенттен дайын болатын, тез уақытта дайын болатын коктейліміз осымен дайын. Үй жағдайында жасап көрсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ардақ.